қазгидромет рмк 8-10 ақпанға ауа райы болжамын жариялады деп хабарлады айқын кз. алдағы күндері қазақстан кезекті атлантикалық циклонмен байланысты атмосфералық фронттардың әсерін сезінетін болады. бұлтты және желді ауа райы күтілуде. еліміздің солтүстігінде желдің екпіні 23-28, кей уақыттарда 30 метр/секундке күшейеді. жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. солтүстік аймақтарда қатты қар бұрқасын болады деп болжануда. сонымен қатар циклон ауа температурасында қысқа мерзімді жылынуды әкеледі. бұл аяздың күрт төмендеуімен алмасады. еліміздің батысы мен солтүстік-батысында 10 ақпанға қарай ауа температурасы түнде 12-20 аязға дейін төмендейді деп күтілуде. республиканың қалған аумағында температуралық фонда күрт өзгерістер күтілмейді.